Сәлем, қайырлы күн, қайырлы кеш, көргеніме өте қуаныштымын. Жалпы қазір сізге осы Корона Про жобасы арқылы нақты ақпаратты беріп өтетін боламын. Бұл жобада сіз не үйренесіз, сіз қандай пайда алады, қалай табысқа шығасыз, соның барлығын түсіндіретін боламын. Алдымен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Бұлбұл, жасым 23-те, Ақтөбе қаласынан боламын. Осы Корона Про жобасы арқылы алғашқы бір айдың өзінде 1.700.000 теңге табысқа шыққан лидермін. Жалпы сіз Корона Про жобасында не үйрене аласыз? Бұл қандай жоба? Біздің жобада сіз толыққанды 5 саланы игеріп шығатын боласыз. Бұл жерде ең алғашқы психология, сату, таргет, ораторлық және сторисмейкер саласы. Психология саласы бұл жобадағы мен үшін ең бір пайдалы сабақтың бірі болды деп айтыламын. Себебі бұл жерде барлығы Алламен байланыстырылып, ниеттен бастап үйретіледі. Қалай ниет етеміз, Аллахқа тәуекел ету, барлығы Аллах разылығы үшін жасау. Тек қана өзіңді емес, өзгеге тигізетін пайдаңды алдымен ойлау. Біздің осы психологиялық сабақта өте жақсы үйретіледі. Және де бұл жерде қорқынышты жеңу, қарыздан құтылу техникасы, тағы басқа көптеген сабақтар үйретіледі. Және де келесі сату техникасы. Көбісі бізде бұл ханым оны кім алады, кімге сатамын, қалай сатамын деген сияқты қорқыныштар болады. Бұл әрине түсінемін, барлығында болатын қорқыныш. Барлығымыз осындай оймен келген болатынбыз, бірақ Аллах тағалаға тәуекел етіп осы жобаны бастап кеткен болатын. Қазіргі қыз келіншектер күніне кем дегенде 25.000, 50.000 теңге табыс тауып отыр. Және де келесі сатуда сіз соның барлығын үйренесіз. Техникаларды үйренесіз, өзіндік этаптар, қарсылықпен жұмыс жасау, адамдармен жақсы қарым-қатынас орната білу. Сатудың өзіндік өнері, ол да бір өнер. Ол техникалар болады, соны игерген жағдайда ғана сату маманы болып шығасыз. Одан кейін таргет саласы. Сіздің өзіңіз жарнамада мені көріп келіп отырсыз, менің айтқан сөздерім, жарнамам, я болмаса баннерім сізге ұнапсыз, осы жерге түсіп отырсыз. Бұл міне таргет деп аталады. Оны жасайтын адамдар әрине таргетологтар деп аталады. Инстаграмда көріп отырсыз, подробнее батырмасын бас деген, міне осының бәрі таргет. Сіз белгілі бір бизнес парақшаны жүргізіп беру арқылы бір айда кеміне 150-200 мың теңге табыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл бір ғана таргеттің өзіне. Одан кейін сторисмейкер. Білетін шығарсыз өзіңізде, постқа қарағанда сторис өте жақсы өтімді. Барлығы бір постты қарап отырғаннан көрі стористі жылжытып адамның күнделікті өмірін қарап болсын, қызықты өткізе білсеңіз, сторис арқылы да сату мүмкіндігі бар. Оны қалай қыздыру керек, қалай сату керек, не істеу керек, әрине оның барлығы біздің Корона Про сабағында үйретілетін болады. Сторисмейкер саласы. Одан кейін 5-шісі ораторлық сала. Бұл жерде сіз толыққанды сату маманы, ұялмай ортада сөйлей білетін, өз ойыңызды еркін жеткізе алатын, эмоциямен сатуды білесіз. Ортада өз-өзіңізді еркін ұстау, дауыс, дикция барысы осы ораторлық сабақта игеріледі. Қараңыз, сіз біздің жобада 5 саланы игеріп шығасыз. Соның ішінде осы, яғни сіз осыларды игеру арқылы интернет маманы болып шығасыз. Бағасына келетін болсақ, бізде екі түрлі баға, 15.000 теңге және 25.000 теңге. 25.000 теңгеде сіз 5 саланы игересіз. Жаңа мен айтқан 5 саланы толыққанды интернет маманы болып игеріп шыға аласыз. Одан кейінгі 15.000-ның пакетінде бұл жерде 4 сала бойынша ораторлық сабақ қосылмайды, таргет тереңдетілген түрде үйретілмейді. Яғни басты керек фишкалар үйретілмейді. Бұл жерде сіз 4 саланы ғана игеріп шығасыз. 25.000-дікін алсаңыз, 15.000-дікі сізге тегін сыйлыққа беріледі. Сіз клиентке 15.000-дікін 25.000-ның пакетінде ұсына алатын боласыз. Bir ерекшелігі біздің курста 3 айға, 6 айға Каспимен алуға мүмкіндігіңіз бар. Ешқандай пайсыз, процентсіз 3 айға, 6 айға бөліп төлеп, осы білімді, осы бизнесті бастай аласыз. Бір рет алып, басқа адамдарға сату арқылы, үйрету арқылы табыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни бұл жерде сіз перепродаж жасайсыз. Сонымен қатар таргетпен де табыс табуыңызға болады. Басқа бизнес парақшаларға сату маманы болып жұмысқа тұруыңызға болады. Сондықтан барлығы өз қолыңызда беріліп тұрған мүмкіндік. Мүмкін сіздің менің алдыма келіп жұмыс сұрауыңыздың өзі тегін емес шығар. Сондықтан Аллахтың бұйыртқан осы бір курсын
жұмысын бастап жақсы нәтижеге жетуіңізді шын жүрегіммен тілеймін. Егер сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Ойыңызда мүмкін қорқыныш бар шығар, табыс таба алмаймын деп ойлайтын шығарсыз. Ол барлық адамда болатын қорқыныш. Тек қана сол қорқынышты жеңе білген жағдайда біз жақсы нәтижеге жететін боласыз. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіз болады, мен сізді күтемін.